Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен томат пастасында піскен қызылша мен орамжапырақ рецептісімен бөлісетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк пен қоңыраушаны басып каналға тіркеліңіз. Алдымен пиязды жіңішкелеп турап аламын. Қызылшаны үкіштің орташа көзінен өткіземін. Орамжапырақты жіңішкелеп тураймын. Орамжапыраққа азырақ тұз сеуіп еземін. Және 7-8 килограммдай қызанақ пен 2 килограмм болгар бұрышын ет тартқыштан өткізіп аламын. Орташа ыдыста пістемайды қыздырып, пияз, қызылша, болгар бұрышын дәмі кіргенше қуырамын. Үлкенірек ыдысқа өткізілген қызанақты құйып, үстіне қуырылған массаны қосамын. Соңында орамжапырақты салып қайнатамын. Тұз бен шекерді татымына қарай қостым. Салатты орамжапырақ піскенше шамамен 1-1,5 сағаттай қайнатамын. Оттан сүрерден 5 минуттай бұрын татымына қарай сарымсақ пен аскөк салдым. Стерилденген банкаға құйып, темір қақпақпен жабамын. Мінекей, салат та дайын болды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта басқа да рецептермен бөлісетін боламын.